Көрмедім саған әрі. Я Алла, көрмедім екен. Көрмеді бұғай. 70-ке жеткеш. Дұрыс айталар екен. Еш барған сайын түйіншік артайды еп. Еллілерді түйіншігі мазырағайды. Қазанға барам әлі. Қызыма, көрші сажиден тойдым. Гілмейне тікшірі. Гілмейне тікшірі. Берінгісінің шубын ұтағанда да мені тікшірі. Міне жолай бұрылып мені тікшірі. Меңа кім кіреді, кім шыға. Күрші ғибатынан кіріп еруін бірді яратмайынды. Ғибат дейселерді ғибадуллауды ғибат кіші түгіл ол. Еш вақытта сажи білән жүрген болғандар, сажи хаман шуны ұныта алмай. Бұ автобус келесі түгіл мекен әлі ол, бірді көрінмей, сажиға көрінмеске тұрышып шығып кетті бәлі. Көргендір. Оның көзі жер астынан да көрі. Өлгешті тынышлық бермес. Қабырың яқын болса балшағыңны ташы бітірір. Мен өзім сажины 3 яшылық шағымнан берлі білем. Шуннан берлі 67 ел бола. Андай түгіл едік біз. Бірді андай түгіл едік. Міне мәктепні яптылар да үшсіз қалдық. Үшсізлік бұза кішіні. Міне мен ол сажидінің білмейм деген сөзін қатырлемейм. Нерсе сұрасаң шуны біле. Білмесе де біле. Оның құшаматы да ол профессоры. Бір күнні сажи білен сәмәлет қарарға бардық. Басуға инвесторлар ошлама сиберге жіберген. Сәмәлет өзі көкте, жерде менің бейіклігі бір темірі қалған. Шыннан мен сажиден бұл неместеке екен мен ейтем. Сажи бір күні көз салды да, өтіп барышлай. Между прочим ғына. Сәмәлет домкраты. Мен соң сәмәлет домкраты деп сұрарға құрландым, конечно. Мен айтам, шол нәрсе екен. Танымайда тұрам деген болам. Басудан қайтышлай, тұп-тұры ғибатқа бардым. Ол ғұмыр бойы трактор комбайнда ішлеген кіші мен айтам, тігі темірінің нәрсе екенін білмей қалмас. Ғибат мен айтам, әйтәлі, нәрсе ол домкрат. Нәрсеге ол сиңады. Сан керек? Керек болмаса жүрер едім міней. Нәрсе көтердесің дей. Сен мен айт башта, көтертірей бірсін табарымыз мен айтам. Неге сажиден гіна сұрамадың? Сажи бет соғыштан соң тракторда ішледі, домкратның нәрсе екенін білейінді олды. Ай, қарт дивана, ай, қарт дивана. Сан сажиден сұрағаш. Ол бет менің самолюбиеге бірі. Сажи білгені мен білмеймі? Сен мені айт, мен де білірмін. Шуннан ғибат менің қоршыға бір теміріні мәсте кетіріп шығарып қойды. Мәді керегі бітке шкіртірсің. Соң мен едім бұл ненде домкрат болсын. Домкрат бейді ол менің қадарлы. Сен нәрсе домкраты керек дейсің, дей бұл. Соң самолет домкраты. Бая мен ложный информация бердім. Сажи қылығына. Қызыма бармен мен. Қазанға аэропортқа барам. Қазанда жауап ала алмасам, Мәскеуге де барашақмын. Бұл түйіншіклерінің менің керегі жоқ. Оларына мінімді шетке бір шетке ешіріп кіні қойып тұрам. Мәне шондағына тұрып тұрсындар, олар анда искеге жет кереклер жоқ, қайтқа қайтышлай олармын. Ой! Вибрация! Вибрация! Вибрация, қазір. Кімдір шалтырады? Әне, сажи, мен әзілей. Қызым телефоныма yazып берді. Кім шалтыратса шының есімі шығаны? Сажи! Ай, сөндіріп қойым әлі білмеген тұралы. Қоян келген ауыл профессоры. Бітінісінде білем, емеш. Міне білмей тұрыр, білмеген тұралы. Барып қайтайым әлі аэропортқа. Бұлам екен ол самолет домкраты. Бұлам екен ол самолет домкраты. Бардым!
екен бит. Самолеттан кіраты болмай екен бит. Ей, Сажи білмеген Сажи. Аэропортта да жоқ екен ол тіге Тимер. Сенділер заводқа бар дейділер. Біз самолетларына ұшыртабыз ғына, ұшқаны ұша, түшкені түше. Ремонтламайбыз самолетларына дейділер. Столько меңа бек шекленіп қарадылар, самолеттан кіраты керек дегеш. Анда да шулық бір сұрау, көрші ғибат кібік. Нәрсеге ол сіңа дейлер. Сын керек? Керек болмаса үрір едім міней. Шунан кеттім 22-ші авиационный завод имени Горбуноваға. Анда формадан бір кіші тұра. Бек зор кіші. Заводқа кімні кіртәсі, кімні шығарасы ол хал етіп тұра. Шунан тігі ауылдағы Тимірнің шертежын сызып алып, көрсетіп, сызып алған едім көрсетіп, бек қызырләніп, 1000 теңге ақша түртіп сұрағаш, аңлатып берді бұл меңа. Самолеттан кіраты болмаған. Сажи бұқта білмей екен ол. Міне, подставка для регулирования ремонта или замены шасси. Самолеттің тәгәрмәші бұла екен. Түш қойдырға жебетлем айтам әлі мен ана. Самолеттан кіраты. Самолеттан кіраты ғына болса ол. Міне, подставка для регулирования ремонта или замены шасси. Самолеттан кіраты ғына болса. Аны мен де білер едім. Ол профессоры қоян келге. Міне, ол профессорына болса да, Ленин ішлерін оқығаны юғаланың. Міне мен өзім, мәктепте техничка ғына болып ішлесім де, Лениннің 54 томын оқып шықтым. Тігі мәктептен, ішсіз қалғаш, ішсізліктен. Міне ол язаш ол жемеға. Міне ол яза. Міне мәселен, Лев Толстой «Как зеркало русской революции» деген әсерін алайық. Мен аның татарша тәржімесін ізлеп таптым. Бүттінісі де оңлашылып тұра. Ейсе, «Шаг вперед, 2 назад» деген әсерін алайық. Бұнғы күнге маш келген. Бір өлкәді бір адым алға кетсек, екінші өлкәді 2 адым артқа секіреміз. Әміне, Владимир Ильич Лениннің «Детские болезни, левизны коммунизма» деген әсерін оқығаш жамағат ұйға қалдым. Қарағыз әлі, Владимир Ильич Лениннің «Политическая проституция» деген сөздері өзігінен ей тұра. Бүтінісі де аңлашып тұра бұл сөзден. Міне жамағат негедір Владимир Ильич Лениннің тәржімелері бар, Карл Марксның татарша капиталының татарша тәржімесі жоқ. Не ішлеп яталар ол Қазандағы язушылар шыны да тәржіме етмеше. Мен абырау соғыштан соңғы елларда лекция оқырға ауылға келген еді, әйткен еді шол. Хажия, бек көп білесін келсе, Карл Марксның капиталын оқы деген еді. Yok шоның татарша тәржімесі. Не ішлеп күні Қазан толы язушы капиталының тәржімесі жоқ. Тапмадым, жоқ, ізледім, тапмадым. Бек керек еді меңа. Мәктепні сағынам жамағат, мәктепні сағынам. Мәктепке барсам қазір от башы қатлық юзақ тұра. Бір заманны Путинның балалары өсіп жетер. Қазір ғойле сайын 2-3 бала. Ашарлар не бұш, тек біз гіне болмабыз. Әміне капиталның тәржімесі жоқ.